Саламатсыздар ма? Менің атым Күнсұлу. Мен осы компанияның шөптерге ютубтан көріп, Айнаш ханымның телефонын алып келген едім аллергиямен. Қазіргі таңда мен өте керемет результат деп айта аламын. Менің ауырмайтын жерім жоқ еді. Енді қазір барлығы ауырды. Барлығы ауырды ма? Аллергияңыздан қалай қозғады ма? Аллергиямды әледе қозғайды. Менің аллергиямды әледе қозғайды. Мен оған үйреніп қалдым. Неге десең, бірақ тоқтатпай шығады. Тоқтатпай, неге десең, мен бұл жерде айтатын немін бір қиындау жерім бар. Құрттардың бәрі шығып отыр. Иә, ол қозғайды екен. Бір аптада, екі аптада қозғап та, онда да қоймайдым мен. Сонда да қандай қышытып ауыртса да, құрттар қандай шығып жатса да шығады. Нәтижесі күшті болған екен, мен дәрі тоқтатып жатқан жоқпын. Менше терлегенде менің құрышы жоғары жағын басым терлей беретін. Шашым қырғын көп түсетін. Шашымның түскені қойды, бетімнің терлегені басылды да, бірақ енді менің туай-туай денем терлеп жатыр. Бірақ екі аяғым мұздайтын болды. Сіздің грижаңыз бар еді? Менде грижа, артроз, 4-ші степені, менде зоб, ол 2006-дан бастап тұғын. Постоянно укол дәріде жүретін? Мен постоянно дәріде тұғын. Қазір ешқандай дәрі укол емес? Осылай 4 айдан бері мен уколды, цитрамон деген дәріні күніне 3 мәрте ішетінмін. Мен дәрі дегенді ұмыттым, укол дегенді ұмыттым мен. Аллаға шүкір. Өтіңізде? Өтінде тасым приступы тоқтады, 2 рет УЗИге түсіп қойдым, құмға айланып, уже шығып жатыр деді. Диагностика түсіңіз бе? 2 рет түсіп қойдым мен. До и после түстіңіз? Доымда тастығын, 0,2 тұғын. После 2 рет түстім, 0,1-дің 0,08-і құм деді ғой. Аяқ ауырғандарыңыз бәрі қой? Артроз 4-ші степень, мен шашқымда ауыстыратынға келген уже. Қазір аяғыма не кием? Барлық өнімнен неше мәртеден іштіңіз? Мен шөп дәріден айта алмаймын, басынан тоқтатқан жоқ. 4 айдан бері. Сердечныйдың бір 3-ін ішіп қойдым, паразиттің 3-ін іштім, мужской тоник, и дыхательный ішкендегі мендегі результат айтсаңыз. Мынау, менде зоб бар ғой, енді зобымды қозғағанда мен ойладым, мен мынау қозғаған нәрсені қайтып орнына келемайды деп ойлап едім. Енді қозғағанда тамағымда айтатын еді ғой, қылтамақ болды тамақ, тамақ өтпей қалды біраз күн. Сонда да тоқтатпай тоқтатқан жоқпын. Қазір өте нәтижесі. Қазір енді менің зобым қысқан кезде өте қиын тұғын. Қазір мен білмеймін, айта алмаймын, жеткізе алмаймын, күшті. Тамаша результат. Мен мына өнімнен қанша жыл ауырып, аптеканың, медицинаның дәрісінен 10 күн, 20 күнде қайталанатын уколдан енді мына результат күшті. Шөп дәрінің тамшы, шөп дәрі ішкенім мен 1000 есе көмек берді деп айта аламын. Қазір бар жеріңіз жақсы. Құдайға шүкір айта аламын. Рахмет. Рахмет. Сіздерге де рахмет.